Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 8-ші сабақтың тақырыбы әлеуметтік сұраныс және отандық өнім. Алдыңғы сабақта өткен жаңа сөздерді еске түсірейік. Сұраныс, экологиялық таза тағам, уағдаластық, өндіріс. Оқылым жазылым тапсырмасы. 7-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Қазіргі таңда отандық тауарларға деген сұраныс артып келеді. Сондықтан еліміздің ауыл шаруашылығын өркендетіп, 2021 жылға қарай азық-түлік тауарының экспортын 40%-ға көбейту жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жолдауында көптеген позициялар бойынша біз әлемде ірі аграрлық экспорттық өнім өндірушілердің бірі бола аламыз. Бұл әсіресе экологиялық таза тағамдарға қатысты. Made in Kazakhstan бренді сондай өнімдердің эталоны болуға тиіс деп көрсетті. Отандық экологиялық таза өнім өндіруде Шығыс Қазақстандық омарташылардың жетістігін атап өту қажет. Сұранысқа қарай күніне 2 тонна бал оралып, тұтынушыларға жөнелтіледі. Бүгінде оны өңір тұрғындары ғана емес, күллі Қазақстан кәдеге жаратып отыр. Келешекте Қытай нарығына шығару жоспары да бар. Осы аймақтағы белгілі кәсіпкер, қожалық басшысының орынбасары Қасымбаев былай дейді: жоспарымыз өте көп. Болашақта өнімдерімізді Қытай нарығына шығару мақсатымыз бар. Бұл үшін кәсіпкерлер палатасымен келісім жасадық. Үлкен жәрмеңкелерде біздің тұтынушыларымыз табылатынына сенімдімін. Қазақстандық ет пен ет өнімдері де шетелде сұранысқа ие. Мал мен құс еті Тәжікстан, Қытай, Өзбекстан, Біріккен Араб Әмірліктері, Иран елдеріне жеткізілуде. Енді олардың қатарына Израиль де қосылып отыр. Осы айдың басында уағдаластыққа қол жеткізілді. Израиль жағы сиыр және қой етін тасымалдауға қызығушылық танытып отыр. Қазір өнім бағасы бойынша келісімдер жасалып жатыр. Атап өтетін болсақ, израильдіктер жылына 75 мың тонна сиыр етін импорттайды. Бұл бағыттағы жұмыстар жайында Атамекен басқармасы төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаев. Ол етті апару үшін Израильдің ветеринариялық талаптары бар. Сол талаптарға бізден шығып жатқан еттерді сәйкестендіріп, екі тарап келісімшарттарға қол қойды. Егер ветеринариялық жағынан мәселе шешілетін болса, ауыл шаруашылық өнімдерімізді, әсіресе ет өнімдерін сол елдің нарығына апаруға дайынбыз. Қазақстандық қымыз өндірушілерде шетелде танылып үлгерді. Сұраныстың артуына орай бие сүтінің құрғақ түрін өндіру алдағы жылы 2 есеге өсіп 30 тоннаға жеткізіледі. Бұл жөнінде саумал ұнтақтарын шығаратын отандық жалғыз компания өкілдері мәлімдеді. Аталған өнімге сұраныс күн өткен сайын артып келеді. Сондықтан компания өндіріс технологиясын жетілдіріп, оны еліміздің түкпір-түкпіріне, алыс жақын шетелдерге жылдам жеткізудің жолдарын қарастырып жатыр. 95% табиғи өнімнен тұратын ұнтақтың денсаулыққа пайдасы зор. Компания өкілі Меруерт Өмірбекқызының айтуынша, экспортқа үлкен қызығушылық танытып отырған мемлекеттер Қытай, Корея, Жапония, Ресей және Европаның кейбір мемлекеттері. Осы ұлттық өніміміздің ұлттық бренд ретінде бүкіл әлемге танытуға мүмкіндік бар. Сонда Қазақстан саумалдың отаны ретінде танылады. Осылайша қазақстандық өндірушілер шикізат өндірісінен сапалы өңделген өнім шығаруға ауысады. Ал бірегей бренд қалыптастыру арқылы халықаралық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігімізді арттыру көзделіп отыр. Мұның барлығы азаматтардың отан алдындағы парызын сезінуіне байланысты. Мәтінмен жұмыс, жазылым тапсырмасы, 9-шы тапсырма. Мәтіндегі негізгі және қосалқы ақпаратты кесте бойынша бөліп жаз. Жаңа сөздерді қолдан. Негізгі ақпарат және қосалқы ақпарат. Екіншіден, мәтінге ат қой және негізгі ойды анықта. Тапсырмалар бойынша дескрипторға назар аударайық. Мәтіндегі негізгі және қосалқы ақпаратты табады 1 балл.
Мәтінге ат қояды және негізгі ойды анықтайды. 2 балл. Жаңа сөздерді қолданады. 2 балл. Жазу сауаттылығы. 1 балл. Айтылым тапсырмасы. 11-ші тапсырма. Суреттерге қара. Онда қандай ұлттық өнімдер көрсетілген? Ақпарат көздерінен мәліметтер тауып, олардың ұлттық өндірісті қолдауын дамытудағы маңызы туралы айт. Отандық өнім жайлы жазып кетеміз. Қандай ұлттық өнімдер көрсетілетінін анықтайды. 1 балл. Маңызы туралы айтады. 2 балл. Тіл тазалығы. 1 балл. Оқушылар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.